Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз «Потерянное будущее» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Әлем толықтай өзгерген. Ал тірі қалған адамдар көптеген жылдарға артта қалған. Кезекті аңшылықта жүрген Саван жолдасына көсемдер тымсақ жүреді. Олар қартайып қалған дейді. Ал әкесі келіп көсемдерді тыңдау керек екенін айтады. Саван кейінгі кезде тек шөп шалаң жеп жүргеніне разы емес. Содан кейін олар ары қарай жылжып Калибті кездестіреді. Бірақ бұл аймақ олардың мекен жайынан тым алыста. Ал жануардың дауысы оларды алға жылжуға итермелейді. Олар мутантты кездестіреді. Олар оны әрең өлтіреді. Кенет орманнан жаңадан ауру жұқтырған адам шығады. Оны біреуі найзамен өлтіреді. Сөйтіп олар тұраққа жетеді. Саванды жақсы аңшы деп сұлу қыз мақтайды. Ал Калибтің әпкесі ондай сұлуға қолың жетпейді дейді. Әкесі көшетін уақыт келді, өйткені мутанттар жақындап қалды дейді. Көсемдер онымен келіспейді. Кеш бата Калиб тайпаны тастап кетпекші болады. Ал әпкесі басқа адамдардың бар екеніне сенбейтінін айтып тұрақта қалады. Ертесі күні ол су алып жатқанда жанынан мутанттар тұрақ жаққа бағыт алып өтеді. Сондықтан ол кері қайтуға мәжбүр болады. Ол жерде олар әкесін тістеп үлгерген. Ал көсемдер қалған адамдармен үңгірге тығылады. Қызға мутанттар шабуыл жасағанда Калиб оны құтқарып үлгереді. Бірақ одан кейін де ол Саланды құшақтайды. Кейін олар мутанттарды бақылайды. Жоспарлары оларды алдарқату. Онымен Калиб келіспейді. Көмекке шақырған әлде қайда тиімдірек. Онымен Доррелл де келіседі. Сосын олар қашуға бел буады. Өзеннен су алып жатқанда оларды біреу бақылап тұрады. Сосын олар Калибтің кітабын байқап қалады. Ол бұл зат бұрынғылардан қалғанын, оны әкесі бергенін айтады. Тіпті оны оқуға үйреткен. Кенет мутанттар тағы келіп қалады. Олар қашады. Бірақ оларды қуып жетеді. Салан оны өлтіруге қолы бармайды. Өйткені бұл ауру жұқтырған әкесі еді. Сондықтан оны амал өлтіреді. Ол Калибтің әкесін танитынын айтып, мұрындарынан қан ақпады ма деп сұрайды. Солай олар ауру тек тістегеннен жұқпайтынын, ауадан да тарайтынын біледі. Ал оның сары ұнтақ арқасында иммунитеті бар екенін айтады. Сосын оларды өзеннің ортасында орналасқан тұрағына апарады. Оларды отбасымен таныстырады. Ас үстінде бәріне ақырзаман туралы айтып береді. Ең басында адамдар өлген жануарларды тірілтпек болған. Олармен бірге ежелгі ауру келген. Бұның барлығын Калибтің әкесі айтып берген. Ол оқи алатынының арқасында дәрі ойлап тапқан. Ол ұнтақ вирус денеге енгеннен кейін дәрменсіз болады. Бірақ көп уақыт өтпесе ол адамды құтқаруы мүмкін. Ал тұраққа сол ұнтақты алып келе жатқан адамды Гелен өлтіріп алып алған. Енді қалғаны қалаға барып ұнтақты алу керек. Калибтің әріп тануы жаңа ұнтақтар жасауға көмегі тиеді. Мутанттар қолдарына балта алып есікті қирата бастайды. Майру оларға қарап отырмай бірдеңе істеу керек дегенде көсемдер онымен келіспейді. Олар тек дұға оқып отыру керек дейді. Біреуі қиранды тастарды аша бастайды. Сөйтіп олар сол жолмен бір суға жетеді. Майли сүңгіп көріп бірден қайтып шығады. Ол жерде сүліктер өте көп. Бірақ уақыт жоқ, тұруға болмайды. Олар тағы сүңгіп көреді. Көсемдер есікке жақындап қарайды. Оны бір мутант ұстап алып қайта жібере салады. Содан кейін көсемнің мұрнынан қан аға бастайды. Майрудың жанында кетіп бара жатқан жігіттің де мұрнынан қан аға бастайды. Демек вирус олардың ішінде. Олар жоғарыдан жарық көреді. Бірақ мутанттар сол жерде жүреді. Олар тездетіп қайта түсуге мәжбүр болады. Түсіп жатып жігіт аяғын сындырып алады. Оларды сәл кідірте тұрамын, тезірек кетіңдер дейді. Солай олар суға қайта сүңгиді. Мутанттар суға жақындамайды. Қайтып келіп адамдардың көбі ауру жұқтырғанын байқайды. Олар көсемді өлтіреді. Майлу өзі ауру жұқтырса дәл солай өлтіру керек екенін айтады. Сол сәтте құтқарушы топ өзенмен жүзіп барады. Мутанттар оларды байқайды, бірақ жете алмайды. Сосын амал бұл жерде басқа адамдар жалынды көріп келеме деп жоғарыға от жақпақшы болады. Бірақ мутанттар да келіп қалады. Амал жарықшаққа құлап кетіп тірі қалады. Қалғандары қайыққа жетіп үлгереді. Сосын қыз мұрнынан аққан қанды байқайды.
Кейін басқа тайпа да осы жерге келеді. Амал оларға оқи алатын адамды тапқанын айтады. Үшеуі қайықпен қалаға жетеді. Олар қала басшылығының қатаңдығына куә болады. Кенет қашып баратқан адамды ұстап, ұнтақ жайлы не білесің деп сұрайды. Ол жауап бермей қашып кетеді. Оны ұстамақ болғанда оларды Гогеннің адамдары ұстап алады. Оларды Гогенге апарады. Калиб оған ұнтақты жасаған адамның баласы екенін айтады. Гоген ұнтақ тек оның балаларына арналғанын, бірақ кітапханаға барып қоспасын анықтауына кедергі келтірмейтінін айтады. Салан болса ғимаратқа сыртынан өрмелеп шығып бөлмелеріне кіреді. Гогеннің қызын ұстап алып өзіне көмектесуін сұрайды. Ол келіседі. Ол Саланды ұнтақ жасырылған сейфке келеді. Сейф құлыптаулы. Кілті Гогенде. Егер Гоген күнде ұнтақты алса, есікті неге тор басқан? Демек ол бірдеңе жасырады. Ұнтақ бұл жерде емес. Сол уақытта Калиб ұнтақтың құрамын табады. Бірақ оны жасап шығуға уақыт тым аз. Осыдан кейін де Гоген ұнтақты бергісі келмейді. Кенет Гогеннің қызы келіп ұнтақты біреу ұрламақшы дейді. Гоген ұнтақ жасырылған жерге қарай жүгіреді. Салан Гогеннің үстінен түсіп, оны өлтірмек болғанда, оны қызы келіп тоқтатады. Сосын олар Дорольді ұнтақ беріп құтқарады. Қыз олардан ұнтақты жасап шығуларын сұрайды. Сосын олар Калибке жүгіріп келіп құтқарып үлгереді. Үшеуі қарауылдан өтіп қайыққа жетеді. Сөйтіп олар жерге жетеді. Алдарында аспалы көпір шығады. Өтіп бара жатқанда Гоген адамдарымен қуып жетеді. Олар Калибті жаралайды. Салан көпірді үзген сәтте оққа ұшып қаза табады. Қалған тайпалар да жетіп, оларды алып тұраққа жетеді. Оларды құтқарып, әпкесіне ұнтақ беріп үлгереді. Бірақ Гоген тағы келеді. Ол Амалды өлтіреді. Калиб оны балтамен өлтіреді. Біраз уақыт өткеннен кейін олар адамзатты құтқару мақсатында мектеп ашады. Демек бұл бастамасы. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.